оған қалай жеткенін білмей қалады. Бөлме текше тәрізді және оның екі жағында есігі бар. Оған да аты жөні жазылған бланк берілді. Алдерсон қабырғалардың бірін ашып, қысқа дәлізге қараса, көрші бөлменің дәл солай екенін көреді. Ол бір қадам артқа шегінгенде есік өздігінен жабылады. Содан кейін Алдерсон едендегі есікті ашуға тырысады және қайтадан дұрыс бөлмені табады. Дәл осындай жағдай басқа қабырғадағы есікке де қатысты. Сондықтан ол әрі қарай жүруді шешеді. Бұл бөлмеде Алдерсон бір қадам жасамас бұрын жан-жағына қарайды да, кенеттен ұстараның өткір тормен кішкене бөліктерге кесіліп қалады. Біраз уақыттан кейін Квентин бөлмені ауыстырып, ұйықтайтын бөлмені табады. Ол оны оятуға тырысады, бірақ нәтиже болмады. Содан кейін Квентин қабырғаны ашады, бірақ көрші бөлмеден ештеңе таппайды. Бұрылып қараса, Уорд ақыры оянып кетеді. Осы кезде олар көрші бөлмеде шу естіп, Квентин орнынан тұрды. Қабырғадағы есік ашылып, Холлоуэй пайда болды. Сондықтан Квентин оның киімінен ұстап, оны жерге лақтырып жіберді. Ол оны ұрып соғатын болды, бірақ ол айқайлады. Ол оның тағы бір құрбан екенін түсінді. Сондықтан кешірім сұрап, оны жіберді. Кенет олар біреудің көмекке шақырғанын естиді. Квентин есікті ашып, көрші бөлмеден Левинді тауып алады. Ол бөлмеден өтпекші болды, бірақ Квентин оны тоқтатты. Айналасына тез қарағаннан кейін, ол оның бөлмесіне кіріп, қалғандарына қосылу үшін дәлізден өтуге көмектеседі. Бұл процесте оның көзілдірігі құлап, сынып қалады. Содан кейін төбедегі есік ашылып, Рен пайда болады. Ол оларға қосылу үшін төмен түседі. Квентин топқа әртүрлі кеңістіктерге көтеріле алмайтындарын айтады. Өйткені ол жерде тұзақтар бар және ол төменгі бөлмеге қараған кезде басын жоғалтып ала жаздағанын айтады. Холлоуэй Уордтың басынан қан кетіп жатқанын байқап, оның жарасын тексеріп, оның дәрігер екенін түсіндірді. Рен етігін шешіп, біреуін көрші бөлмеге лақтырып жіберді. Дәл сол жерде тұзақ іске қосылып, етікті өртеп жібереді. Одан Рен қабырғаларда қозғалыс сенсорлары бар деген қорытындыға келеді. Квентин олардың ол жерге қалай жеткенін біреу есіне түсіре ме деп сұрайды, бірақ оны ешкім есіне алмайды. Олардың барлығы есінен танып, осы формада ояну үшін әдеттегі әрекеттерді жасады. Жоғарыдан бір түрлі дыбыстарды естіген топ әрі қарай не істеу керектігін талқылайды. Левин бұл бөлмеде біреуді күту керек деп санайды. Бірақ Верт олардың артынан ешкім келмейді деп сенеді. Олардың көпшілігі шығудың жолын іздеу керек деп келіседі. Левиннің жүйкесі сыр бере бастағанда, Квентин оны тыныштандырып, өзінің полиция қызметкері екенін түсіндіреді. Сондықтан оның қауіпсіздігін қамтамасыз етуге уәде береді. Рен етігін басқа бөлмеге лақтырып жібереді. Бірақ ештеңе болмайды. Сондықтан олар осы бөлмеге көшеді. Олар бұл процесті бірнеше рет қайталайды. Өйткені бір түрлі механикалық дыбыстар жақындай түскендей. Дәліздердің бірінен өтіп бара жатып, Левин кішкентай белгіні байқап, жазуды оқу үшін көзілдірігін киеді. Онда сандар жазылған және әр бөлмеде өз белгісі бар. Топ бұл 500 миллионнан астам бөлме бар дегенді білдірмейді деп үміттенеді. Холлоуэй мұндай стресстік жағдайларда тамақ пен сусыз 3 күн ғана өмір сүретінін атап өтті. Рен түймені сорып жатқанын айтып, одан да солай істеуін сұрайды. Себебі бұл сілекейдің ағуына ықпал етеді. Бірнеше текшеден кейін Рен топты тоқтатып, оның көрші бөлмеге кіруіне жол бермейді. Аяқ киімнің бәрі жақсы, бірақ ол жерде ауаның құрғақ екенін байқады. Сондықтан ол жерде теріден бөлінетін сутегін анықтайтын молекулалық химиялық сенсор бар деп ойлайды. Ол сондай-ақ мұның бәрін білетінін айтады. Өйткені ол сенсорлардың маманы. Квентин Реннің жеті түрмеден қашқан атышулы Аттика құсы екенін түсінеді. Рен мұны растайды және олармен жұмыс істейтінін мойындайды. Өйткені болашақта олардың аяқ киімдері қажет болуы мүмкін. Бірақ егер олар ақымақ болса, ол оларды осында қалдырады. Зейінін қалай сақтау керектігі туралы жұмсақ сөйлегеннен кейін, Рен етікпен басқа бөлмені тексеріп, дәлізді кесіп өтеді. Ол екінші жағына аман есен қонады. Бірақ бір секундтан кейін оның бетіне қышқыл шашатын құрылғы бар. Есік әлдеқашан жабылған. Сондықтан Квентин оны қайтадан ашады, ал Рен еріген термен оралады. Оның денесі ақыры өлгенше біраз уақыт бойы дірілдеп тұрады. Егер Рен Буттың жоспары әрқашан орындалмаса, олар бүкіл жағдайды тағы бір рет талдау керек. Квентин өзінің полиция қызметкері екенін, Рен қашуды ұйымдастырушы және Холлоуэй дәрігер болғанын еске салады. Сондықтан мұнда барлығының мақсаты болуы керек. Алайда Левин өзінің жай ғана колледж студенті екенін, ал Уорд қызықсыз кеңсе жұмысында жұмыс істейтінін айтады. Холлоуэй олардың үйлеріне келіп, жалаңаш шешінгендерін айтып, ашулана бастайды. Ол зергерлік бұйымдарының жоғалғанына шағымданады. Ал Квентин олардың Левиннің көзілдірігінен басқасының бәрін алып кеткенін түсінеді. Ол оны оқи алады деп күткендіктен, оны алуға рұқсат берді деген қорытындыға келеді және ол математиканы оқып жатыр ма деп ойлайды. Левин көзілдірігін киіп, планшеттердегі жазуларды оқи бастайды. Ол сондай-ақ олар өткен әрбір бөлменің нөмірлерін есіне алады. Бұл оған жай сандар тек тұзақтары бар бөлмелерде пайда болатынын түсінуге көмектеседі. Левин жай сандары жоқ бір жолды таңдап алып, оның теориясын растай отырып, оны қауіпсіз кесіп өтеді. Левиннің басшылығымен топ бөлмеден бөлмеге еш қиындықсыз өтуді жалғастыруда. Шамамен 9 немесе 10 сағаттан кейін олар әлі де тұзаққа түсіп, қандай да бір прогреске қол жеткізгендей сезінбейді. Холлоуэй есінен танып қалады. Сондықтан Квентин оның назарын аудару үшін онымен сөйлеседі. Ол өз жұмысын талқылағысы келмейді. Сондықтан оның отбасы туралы сұрайды. Квентин өзінің 3 баласы бар екенін және әйелімен ажырасқанын айтты. Топ көрші бөлмеге кіреді. Ал Левин қабырғаларда немесе еденде дұрыс сандарды таба алмайды. Яғни келесі есік төбеде. Квентин оны ашу үшін көтеріледі. Бірақ қазан тікелей топтың үстіне түседі. Ол маңдайын қабырғаға басып, бір түрлі қол қимылдарын жасайды. Холлоуэй аутизммен ауыратынын түсініп, оған қамқорлық жасауға уәде береді. Тағы бірнеше сағат өтеді. Ал топ нөмірлерді қадағалап, бөлмеден бөлмеге ауысады. Олар бұл оғаш ғимаратты түсіндіретін теорияларды талқылайды. Ал Холлоуэй әскерилер мұны жасады деп санайды. Бірақ Квентин бұл кейбір ақылсыз миллиардерлердің көңілін көтеру деп санайды. Холлоуэй көрші бөлмеге көшпес бұрын бұл идеяға күледі. Кенет оның тыныс алуы қиындап, қазан өліп жатыр деп айқайлай бастайды. Алайда ол кездейсоқ оның түймесін жұтып қойды. Оның жағдай жақсы. Левин келесі дұрыс сандарды тапқанда, Уорд онымен келіспейді. Квентин Левинге көбірек сенеді. Сондықтан ол алға ұмтылады. Бірақ Левин оған айқайлап,
оны қатып қалуға мәжбүр етеді. Ол тікенек сыммен қоршалғанын түсінеді және ол жабылар алдында қақпаннан секіреді. Бірақ ол әлі де аяғын кесіп тастайды. Қазан тағы да айқайлай бастайды және алдыңғы бөлмеде қалады. Ал қалғандары Квентинге қосылады. Олар Қазанның айқайынан ештеңе естімейтіндіктен Квентин Уортты баланы күтуге жібереді. Содан кейін ол Левин мен Хлоиге Уорттан күдіктенетінін айтады. Өйткені ол бұл бөлменің оған сәйкес келмейтінін білген. Уорт Қазанмен бірге қайтып келгенде топ үзіліс жасауды шешеді. Өйткені Левиннің жүйесіне енді сенуге болмайды. Левин қандай да бір есептеулер жүргізе бастайды. Ал Қазан бұршақтары бұрышқа соғылады. Уорт бәрін қызықтырады. Ал Квентин оны үнемі теріс көзқарасы үшін ренжітеді. Сондықтан дау туындайды. Квентин егер ештеңе маңызды болмаса, Уорт жай ғана келесі кездейсоқ бөлмеге секіре алатынын атап өтті. Бұл Уорттың ақыры босап, амал жоқ деп айқайлауына себеп болады. Ол мұны біледі. Өйткені ол ғимараттың сыртын жобалауға жалданған. Бірақ оның басқа ақпараты жоқ. Олар одан тек текше тәрізді қуыс қабықты сұрады. Уорт ешқашан кеңсесінен шықпады. Олар оған қоңырау шалып, тіпті атын атамай ақ нұсқаулар берді. Квентин бұған күмәнмен қарайды. Бірақ Хлои қастандыққа қатысы бар компаниялардың осылайша жасырын қалатынын түсіндіреді. Олар әр қызметкерді ешкім тым көп білмеу үшін бөлек ұстайды. Ол жүйемен үкіметке қарсы сөйлей бастады. Бірақ Верт бұл тек тапқыр жоспар болып көрінетін өрескел қателік деп санайды. Ол оларды ешкім қадағаламайды деген теорияны алға тартады. Және бұл жай ғана ұмытылған жоба, оны кейбір қызметкерлер әлі күнге дейін тек жалақы алу үшін пайдаланады. Оның қорытындысы бәрі мағынасыз және бұл барлығын философиялық үмітсіздікке ұшыратады. Уорт Квентинді мазақ еткенде, полиция қызметкері ақыры оны ұрып-соғып, ұра бастайды. Левин оны тоқтатып, оларға Уорт керек екенін еске салады. Өйткені ол кез келген ақпаратқа ие жалғыз адам. Содан кейін Левин Уортқа сұрақтар қоя бастайды. Сондықтан ол оған текшенің өлшемі және бір ғана есік бар екенін, бірақ оны қайда жасырғанын білмейтінін айтады. Ол Уорт бөліскен өлшемдермен салыстыратын есептеулер жүргізу үшін бөлмені аралап, соңында 17,576 бөлме бар деген қорытындыға келеді. Бұл туралы біраз ойланғаннан кейін Левин сандар әдетте 3 графиктерінде қолданылатын кодталған декарттық координаттар екенін түсінеді. Бұл сандар картадағы ендік пен бойлық сияқты екенін білдіреді. Бұл олардың текшенің ішінде қай жерде орналасқанын көрсетеді. Жылдам есептеуден кейін ол топқа текшенің шетіне дейін 7 бөлме бар екенін айтады. Топ қайтадан қозғала бастайды және Квентин Уорт әрқашан тұзақтардың бар жоғын бірінші болып тексеретінін шешеді. Келесі дәлізде жүріп бара жатқанда Левин мағынасы жоқ координаттарды табады. Өйткені олар текшенің сыртындағы орынды көрсетеді. Бірақ әлі де тұзақтар бар. Ақыры шетіне жеткенде олар едендегі есікті ашады. Ал Қазан тұзақ сөзін қайталай береді. Ол болжағандай, олар көрші бөлменің қабырғаларында дыбыспен белсендірілген тікенектердің пайда болғанын көреді. Бұл бөлменің шетінде барлық бағытта тұзақтар бар сияқты. Сондықтан олар қайтып оралу керек. Квентин бас тартады және олар әлі де бөлмені кесіп өту керек деп санайды. Әйтпесе олар ешқашан табысқа жете алмайды. Тағы бір дау туындайды және олар ақырында әрі қарай жүруге келіседі. Топ Қазанға оның тыныш болу керектігін түсіндіріп үлгерген соң, Квентин Уортты бөлмеге кіргізеді. Тағы да механикалық дыбыстарды естіген Уорт келесі есікті ашып, оны етікпен тексереді. Ештеңе болмай жатыр. Қалғандар да төмен түсе бастайды. Қазан абайсызда едендегі есікті басып қалады да шалбары кептеліп қалады. Бірақ Хлои оны тыныштандырып, шу шығармай босатып үлгереді. Енді тек Квентин ғана қалды. Ол едендегі есік ашыла бастағанда абайлап қозғалады және ол шу шығарғанда бәрі қатып қалады. Бірақ бұл механизмді тұзақты іске қоспайды. Қазан толқыған дыбыс шығарады. Ал Квентин соңғы секундта тұзаққа түспеу үшін көрші бөлмеге тез секіруге мәжбүр болады. Ашуланған Квентин Қазанға айқайлай бастайды. Оны пакетке қауып, төндірді деп айыптайды. Хлои де Квентинге айғайлап, оны өкілеттігін асыра пайдаланды деп айыптайды. Жаңа дау басталып жатыр және Квентин Хлои полицияға алғыс айту керек деп санайды. Өйткені олар қаланы қорғап жатыр. Хлои дәл осы көзқарастың арқасында Квентиннің әйелі оны тастап кетті және ол оны шапалақпен ұрды деп жауап береді. Осыдан кейін Уорт келесі есікті ашады және бәрі сыртқы қабықты тапқанына қуанады. Бұл жерде бірдеңені көру үшін тым қараңғы, ал қабырғаларды жоғары көтерілу үшін ұстап алатын ештеңе жоқ. Квентин олардың барлық күртелері мен шалбарларын біріктіріп, арқан жасауды шешеді және оның үстінен секіргісі келетінін айтады. Левин оның тым ауыр екенін және оның орнына барғысы келетінін айтады. Өйткені бұл ең жеңіл, бірақ олар оны санауы керек. Хлои оның орнына өз еркімен баруға ерікті болды. Қалғандары уақытша арқанды ұстап тұрғанда Хлои қабықтың қабырғасынан абайлап төмен түседі. Ол арқанның соңына жеткенде қарама-қарсы қабырғаға жетуге тырысып, теңселе бастайды. Кенеттен бөлме дірілдей бастайды. Ал топ кездейсоқ арқанды тастайды. Сондықтан Квентин оны қайтару үшін дәлізге тез секіреді. Левин мен Уорт оны орнында ұстау үшін аяғынан ұстап алады. Ал Хлои Квентиннің қолында болғанша артқа қарай жүгіреді. Осы кезде оның беті өзгеріп, Хлои оны жібермес бұрын айқайлап, оны өлтіріп тастайды. Квентин үйге қайтып келгенде, Хлои абайсызда құлап кеткенде кейіп танытады. Ол қозғалуды жалғастырғысы келеді. Бірақ Левин жүйке ауруына шалдығудың алдында тұр. Сондықтан Верт оны үзіліс жасауға көндіреді. Олар ұйықтауды шешеді. Ал Квентин Верттің аяқ киімін ұрлау үшін барлығының ұйықтауын күтеді. Содан кейін ол Левинді оятып, оны көрші бөлмеге апарады. Ол басқалар болмаса, ол зейінін шоғырландыра алады деп ойлайды. Ол олардың анықтама екенін айтып, теңдеудің екі жартысы сияқты еркек пен әйел екендіктерін айтып, оған орынсыз қол тигізе бастағанда жағдай ыңғайсыз болады. Левин бірден одан қашуға тырысады, бірақ Квентин оны оңай ұстап алып, басқа бөлмеге апаруға тырысады. Кенет Уорт оны жерге түсіріп, Левиннің құшағынан босатылуына мүмкіндік берді. Қазанда оларға қосылғанда, Квентин тағы бір тирадаға түсіп, қалғандарының барлығын тыңшылар деп атады және Хлоиді балағаттады. Бұл Левинге оны тастап кеткенін түсінуге мәжбүр етеді. Сондықтан Верт екеуі оған жалғыз кетуін айтады. Квентин Вертке оны құлату үшін етігін бетіне лақтырып жібереді. Содан кейін оны ессіз жүзімен ұра бастайды. Осыдан кейін Квентин Вертті бірінші қабаттағы есіктен лақтырып жібереді. Барлығын таңғалдырғаны, ол жай ғана күле бастады. Трио төменге түсуді шешеді және олардың Реннің денесімен бөлмеге оралғанын көреді.
яғни олар шеңбер бойымен жүрді. Квентин ашуланып, Левиннен олардың қайда екенін сұрап, оны нөмірлерге қарай итеріп жіберді. Левин ештеңе білмейтінін айтып, оған ештеңе істемегенін көрсетіп айқайлайды. Шарасыздықтан басқа ештеңені бастан өткермеген Квентин Уордтың айтқаны дұрыс, амал жоқ дейді. Квентин жылап жатқанда, Уорд Ренді көрші бөлмеде өлтіргенін есіне алады. Ол артына қараса, ол жерде ештеңе жоқ екенін көреді. Сондықтан олар қайтадан шетте қалды. Бұл мағынасы жоқ. Өйткені ол Реннің бөлмеге кіргенін есіне алды. Квентин уақытын босқа өткізіп жатырмын деп ойлап, оған аяқ киімін лақтырып жіберді. Сондықтан ол шетінен құлап кетті. Уорд оған мән бермей, олардың шеңбер бойымен жүрмегендерін көрсетіп сөйлей береді. Бұл бөлмелер үнемі қозғалатын. Бұл бір түрлі механикалық шу мен дірілдерді түсіндіреді. Левин өзінің дұрыс екенін түсінеді және олар бірге белгілерге қарайды. Олар сандар бөлме өтетін барлық координаттардың тізімі деген қорытындыға келеді. Координаттары текшенің сыртында орналасқан бөлме текшеге кіру үшін көпір болуы керек. Олар шығуды көрмеді, өйткені ол әлдеқашан қозғалған. Олар сол бөлмеге қайта кіріп кету үшін оның бастапқы орнына оралуын күту керек. Левин айналасындағы сандарды пайдалана отырып бірқатар есептеулер жүргізеді және бөлмелер тағы 2 айналымнан кейін бастапқы орындарына оралады деген қорытындыға келеді. Квентин әрі қарай жүргісі келеді, бірақ әлі де тұзақтар мәселесі бар. Левин тұзақтардың жай санның дәрежесімен анықталатынын түсінді. Бұл оның санасында есептеу үшін тым көп сан дау туындайды, бірақ оны қазан тоқтатады. Ол бірінші теңдеуді 1 секундта шешеді. Ол өзінің ақыл ойының данышпандық деңгейін есептей алатын аутист адам екені белгілі болды. Қазан оларға жауап бергеннен кейін Квентин Уордты ескертусіз басқа бөлмеге лақтырып жібереді. Тұзақ іске қосылмайды. Сондықтан олар қазанмен бірге гид ретінде қозғала береді. Квентин үнемі кез келген нәрсеге шағымданады және жеткілікті жылдам қозғалмайды. Сондықтан есік мойнына жабылған кезде оның басы қысылып қалады. Левин мен қазан басқа есіктерді тексеруге асығады. Ал Вирт бұл мүмкіндікті пайдаланып, Квентинді артқа итеріп, есікті жауып тастайды. Содан кейін Уорд Левинді едендегі есікті тексеруге мәжбүрлейді де шетке қарай жылжиды. Сондықтан Квентин оларға қосылу үшін есікті қайта ашады. Кенет Уорд едендегі есікті ашады, ал Квентин құлап, басын қатты соғып, қансырап жатыр. Енді үштік оның агрессивті мінез құлқынсыз әрі қарай жүре алады. Бірнеше сүйектен кейін олар қайтадан шетке шығып, бөлме төмен түскенде шетке қарай жылжуға мәжбүр болады. Ол олардың теориясын растай отырып, олардың есігінің алдына қонады. Левин мен Уорд көрші бөлмеге көшеді, бірақ қазан оларға қосылмай тұрып, бөлмелер ауысып, оны алып кетеді. Олар оның жақын жерде айқайлағанын естиді. Сондықтан Вирт оны табу үшін бірнеше бөлмеден өтеді. Алайда қазан қорқып, қозғалудан бас тартады. Осы кезде Левин ауыр нәрсені басып, көзілдірігінен түсіп қалған сынықты тауып алады. Яғни олар жолдың ең басында және ол айтқандай қозғалмауы керек еді. Ол басқаларға тездетуді бұйырады. Сондықтан Вирт қазанға бірнеше тонна кәмпит әкелуге уәде беріп, ақыры оны қозғалуға көндіреді. Трио бөлме қайтадан қозғала бастағанға дейін қайта қосылады. Левин есікті тексереді, бірақ ол жерде ештеңе жоқ. Сондықтан олар келесі қадамды күтуде. Бөлме қайтадан дірілдегеннен кейін топ келесіге ауысады, ал қазан қажетті сандарды іздеуге асығады. Ол дұрыс есікті ашқанда, олар ақыры күн сәулесін көреді. Алайда Уорд кетуден бас тартады, өйткені оның өмір сүретін ештеңесі жоқ және ол сырттағы жалғыз нәрсе адамның шексіз ақымақтығы деп ойлайды. Левин оны жұбатуға тырысады, бірақ кенеттен кеудесіне пышақ соғып, сөзін бөледі. Квентин қайтып келіп, оны есіктің тұтқасымен өлтірді. Ашуланған Вирт оған асығады, ал ер адамдар төбелесе бастайды. Бірақ Квентин Виртке де тез пышақ салады. Бөлме дірілдей бастайды. Сондықтан қазан есікті ашып, сыртқа шығады. Квентин оның соңынан еруге тырысады, бірақ Вирт оны орнында ұстау үшін аяғынан ұстап алады. Бөлме қозғалғанда Квентин құлап өледі. Уорд құлап, Левиннің қасында өледі.